Сәлем, балақай. Қалың қалай? Жақсы ма? Экран алдына барлығың жиналдыңдар ма? Бүгін өте бір қызық мультфильм көрсетейін деп жатырмын. Қане, тезірек жиналыңдар. Айсұлу келді ме? Аяруш е? Айзере де келіпті. Сұлтан мен Фариза келді ме? Олар да келді ме? Ал жақсы. Онда мультфильм басталады. Мультфильм? Менсіз мультфильм көргелі жатырсыңдар ма? Мені неге шақырмайсыңдар? Мен сендерге ренжідім. Менің де мультфильм көргім келеді. Ой, Микки, кешірші. Біз сен туралы мүлде ұмытып кетіппіз. Микки, ренжімеші бізге. Қалайша біз Миккиді ұмыттық? Енді өкпелеп тұр. Микки, қазір мультфильм басталады. Жүр бірге көрейік. Басталама? Жарай. Бір жолға сендерді кешірдім. Жақсы, Микки, осылай кешірімшіл болу керек. Ал қане, жайғас. Мультфильм басталады қазір. Ал енді мультфильм тамашалайық. Ертеде бір әппақ күшік болыпты. Оның бір ерекшелігі, ол ешқашан үрмейтін. Сол себепті онымен балалар да ойнамайтын. Тек мейірімді кішкентай қыз ғана онымен әңгімелесіп, сырын айтып, ойын ойнайды екен. Бір күні мейірімді қыз суға құлап кетеді. Су жағасында тұрған күшік бар даусымен үре бастайды. Бірақ ешкім көмекке келмейді. Сол кезде күшік өзі суға түсіп, қызды жеңінен тартқылап, жағаға қарай шығара бастайды. Сөйтіп, қызды құтқарып қалады. Ал аппақ күшік сол күннен бастап үрмейтін күшік емес, батыл күшікке айналады. Ал балақай, мультфильм саған ұнады ма? Ал саған ше, Микки, ұнады ма? Ұнады. Осылай мені мультфильмге шақырып тұрыңдар. Әйтпесе мен ренжіп, Америкаға кетіп қаламын. Жақсы, Микки, сен ешқайда кетпе. Келесі жолы міндетті түрде сені шақырамыз. Солай ғой, балақай? Миккиді келесі жолы ұмытпайық, жарай ма? Ал, Микки, айтшы, саған мультфильм ұнады ма? Ұнағанда қандай? Ал мультфильмдегі кейіпкер әппақ күшік ше? Әппақ күшік те ұнады. Көп сөздің қажеті жоқ екен, тек жүрегің мейірімді болса, болғаны. Дұрыс айтасың, Микки. Кішкентай ғана әппақ күшік үрмесе де батыл екен. Ол жалғыз өзі қызды құтқарып қалды. Және содан бері ол батыл күшікке айналады. Иә, ол өте батыл екен. Саған мультфильм ұнапты, Микки. Демек, балаларға да ұнауы керек. Солай ма, балақай? Микки, енді балалармен қоштасайық. Келесі ертегіде жүздескенше сау болыңдар. Балақай, сау бол. Келесі кездескенше.